Сәлем, бізді көптен күткен, не болмаса кездейсоқ көріп қалған көрермендерім, сіздермен мен Қазбек Досыбек, біз бастаймыз. Есімің кім деді? Есімім Толайым болады. Толайым. Иә. Қарақат. Зере. Айолым. Жасың қаншада? 9-да. 14-те. 15-те. Жасым 16-да. Арманың қандай? Арманым бизнес-леди болу. Бизнес-леди? Қандай бизнес жүргізгің келеді? Мен кедей адамдарға көмектескім келеді. Бірақ бизнес қай салада жүргізесің? Қандай сферада болады сенің бизнес? Немен айналысасың? Қандай бизнеспен? Кедей адамдарға үлкен үй соғып. Благотворительность па сонда? Иә. Арманым киноға түсіп, актриса болғым келеді. Актриса болу. Актриса деген кім? Киноға түсетін өзінің шеберлігін, өзінің қандай екенін. Актер деген ол өнер адамы. Яғни өзін халыққа көрсету және де өзін танымал ретінде халыққа өзінің өнерін паш ету деп өзін түсінемін. Ол актер болу да оңай емес. Ол адамда қабілет болу керек. Ол адамда ең бастысы шыдам болу керек. Әртүрлі жағдайлар болады ғой, мысалы, әртүрлі образдар болады. Бастысы мойымау керек, қандай не болса да. Енді мен бұл мамандықты өзім 7-ші сынымнан бастап армандап келемін. Өзі неше түрлі КВН болған кезде көбіне мені қолданады. Көп деген сценарийлерде. Соның ішінде өмірі мен агрессивный нелерді жақсы ойнап шығамын. Сол маған барлық айтады, сен актриса боласың, сен Мадина Оспанға ұқсайсың дейді кейбіреулері. Енді әрқайсысы біреу шетелге теңеп жатады. Енді отбасы мүшелерім негізінде папам қарсы өнер жолына. Отбасыларымның жартысы қарсы, негізі кейін сен оқып алып мүмкін жұмыс жасай алмай қалсаң не болады деген секілді. Мен өзім айтам, чтобы мен мақсат қойдым, вот соған жетемін. И мен оқимын, бұйырса деп. Осы колледжді аяқтаған екен, мен өзім Жүргеновке түскім келеді академиясына, өнер академиясына бұйырса. Соған дайындалып жатырмын. Жақсы нелер тапсырып тесттер. Актер деген ол кинода түсетін адамдар. Ол жерде өзіңнің қабілетіңді көрсетіп, киноға түсесің, және оны адамдар көреді. Және соны бағалай отырады. Актер деген кинодағы рөлді сомдайтын адам. Қазіргі таңда сен сүйікті актер немесе актрисаның немесе өзіне қатты ұнайтын киноң қандай? Менікі Қазақстан қазір киноларды енді көріп жатырмын. Оған дейін тек қана біз енді сериалдар болады, түрікше немесе кәрісше, бірақ өзім түрік сериалдарына қатты қызығамын, актрисаларына. Солай дейін ба? Не? Өзіме қатты ұнайтын актриса, американдық актриса Анджелина Джоли өте қатты ұнайды. Ал Турциядағы жақсы көретін актрисам ол Несликан Атагүл және де Фахрия Евджен. Мелиса Аслы Памук көптеген актрисалар бар. Ханде Эрчел деген актрисалар да бар. Актерім бар, Дәулет Өшербай деген. Бар, кім? Асылхан Төлепов, Ерік Хамидоллах. Кешірім деген не? Кешірім деген әр адамда болу керек. Кешірім біреумен ұрсып қалғанда міндетті түрде кешірім сұрау керек, қателігін көтеру керек. Оның қателігі болса, өзіне айтып, солай айту керек. Кешірім дегенде адамның өзіне берген кешірім. Адам мысалы қателік жасап қойса, қателік жасап қойса, сол қателікті кешіруді кешірім деп ойлаймын. Адам қателік жасап қойса, сол қателікті кешіру, сонда ол өз-өзінде кешіре ме? Жоқ, келесі адам, басқа адам. Кешірім деген ол енді көбіне адамдар, мысалы, бізді ренжіткенде біз оны енді жақсы көргендіктен, мысалы,
өзімізге тартқандықтан кешіре білеміз. Енді кешіру деген енді сол. Кешірім деген ол өте жақсы қасиет. Ол қандай болмасын, адам біз Құдайдан кем емес немесе Құдайдан үлкен емеспіз ғой. Біз любой моментте біз кешірімді болу керекпіз. Ол мүмкін жақының саған бір жамандық жасап қойса, вот соны кешіре білу керекпіз. Ол кешірмеу деген нәрсе дұрыс емес. Сен үшін достық деген не? Достық деген әрқашанда бірге жүретін, әрқашанда сені қолдайтын, сен қуанғанда ол да қуанатын, сен мұңайғанда ол да қуанатын дос деген өзім сонымде. Сенің ең жақын досың кім? Ауылда бірге өскен Арна деген құрбым бар. Сол. Достық ол достық дегеніміз ешқашан ұрыспай, бірге ойнап, тату-тәтті, әпкелі, сіңілі сияқты жақсы дос бола білу. Сенің ең жақын досың кім? Менің ең жақын досым Каусар. Достық деген екі адамның арасындағы керемет байланыс. Сенің ең жақын досың кім? Әзірге. Достық деген екі адамның арасында болатын немесе бірнеше адамнан құралған бауырдай адамдар, достық деген. Немесе достық деген сөздің өзі өте сондай бір керемет сөздерден құралған ғой. Дос деген ол сенің бауырыңмен теңдей адам. Дос деген сенің бауырың секілді, сен не істесең де соны қолдайтын, немен айналсаң да соны мақтан етіп көрсететін. Сол достық. Қазіргі таңда сенің ең жақын досың бар ма? Менің ең жақын досым бар. Оның есімін айтайын бе? Менің жан подругам қазіргі таңда Үсен Балжан деген қыз. Өте жақсы, қарапайым, иманды, сондай жақсы қыз. Қандай жағдайда сенімен дос болмай кетесің? Ол басқа қыздармен және мені сатып кеткенде. Сатып кеткенде? Иә. Сатып кету не ол? Сатып кету деген ол басқа қыздармен дос болып, сені лақтырып кету. Сені лақтырып кетсе дос болмай кетесің, не ол? Енді ол мені қазір көріп отырса, мен онымен ешқашанда достығымды тоқтатпаймын. Егер сондай момент болып тұратын болса, мен бәрібір де оны тастамаймын. Себебі ол менің жан құрбым. Себебі ол мені қазір көріп тұр. Себебі ол мені қазір тамашалап, маған қарап күліп тұр. Жақсы. Мені ренжіткенде, мені көңілімді қалдырғанда, көңілім қалған адамдармен вообще араласқым да келмейді, көргім де келмейді. Сол кезде. Мені сатқан кезде. Сатқандықтан не жатыр? Өтірік айтқан кезде. Өтірік айтса ма? Аха. Сатқын болып кете ма? Аха. Демек сен өтірікті жақтырмайсың. Аха. Бірінші маусым балаларды қорғау күні, Иә. Қалай ойлайсың, сол мерекені не үшін, не мақсатпен ойлап тапқан сен ойынша? 1 маусым ол балаларды қорғау күні. Себебі біз енді әр мейрам бар ғой, мысалы 8 март деген секілді, отан қорғаушылар күні 7 мамыр, ұлы отан соғысы 7 май деген секілді. Осы 1 шілде балаларға 1 маусым кешірім сұраймын, балаларға арнап қойылған себебін мен өзім былай анықтап бүйтіп көрмеген екенмін. Бірақ бұл айтулы дата деп ойлаймын, яғни. Жоқ, оны не үшін ойлап тапқанын мен де білмеймін. Жай ғана сенің ойынша бізге сол мерекенің не қажеті бар, не керек бар? Не мақсатпен балаларды қуанту немесе балаларды жүзіне күлкі үйірту мақсатында шығар мүмкін. Оларды қыдырту немесе көңіл бөлу деген секілді ойда мақсатта ашылған шығар мүмкін. Балалар күні енді балалардың бәрінің ең сүйікті мейрамы сол күні ғой. Отбасымен бірге болып, бірге қыдырып, бірге жүріп, сол. Сондықтан шығар балалар сол мейрамды жақсы көретін, бірге отбасымен бірге қарсы алып. Балалар қиын жағдайға түскенде және жоғалып кеткенде, балалар күні қорғау кезде балаларды қорғап, оларға жақсылық жасап, әр жерге апарып қыдыртатын күн.
балаларға көңіл бөлу үшін, балалардың жеке мейрамы жоқ, сол үшін соларға жеке мейрам болу үшін деп ойлаймын. Олай болса, егер де сенің ата-анаң айтқанын бәрін істеп береміз деп айтса саған. Сол кезде сен олардан ең бірінші не сұрайтын едің? Олар менің айтқаным барлығын істеп жатса, мен оларға тек қана алғысымды айтып, олардан ештеңе сұрамас едім мен. Себебі олар мені қолдап жатыр, менің алып бер деген нәрсенің барлығын алып беріп жатса, мен олардан ештеңе сұрамаймын артық. Тек оларға рахметімді айтамын. Армандап жүрген нәрсен жоқ па? Қалап жүрген зат осы. Олардың барлығына бұйырса өзім жетем. Маған мүлік, дүние ештеңе керек жоқ. Просто мен өзімнің осы өнерімді паш етіп жұртқа өзімді осындай теледидар алдында көргім келеді. Яғни халыққа көрсеткім келеді өз-өзімді. Бірінші сұрайтын мен енді машина жақсы көремін, машина алып беріңе дейтін едім. Қандай машина? Hyundai. Hyundai? Hyundai'дің қай моделі? Қандай модель? Hyundai 70 деген бар ғой, шын сондай. 70 ба сондай, Hyundai 70 ба? Hyundai 70. Жоқ ба? Hyundai жоқ. Toyota 70 бар. Я Toyota 70 Hyundai деп маған. Hyundai Accent бар, Sonata бар, Grantas бар. Енді әртүрлі. Сен алдында екі түрлі машинаны бірге қосып жібердің. Иә? Екі конкурент фирмаларды алдында бір машинаға қосып салғансың. Қайсы сонымен? 70 әлі? Toyota 70. Toyota 70. Жақсы. Мен көп зат сұрамайтын едім. Ойыншықтар сұрайтын едім. Ойыншық? Иә. Қандай? Мысалыға ролик сұраған едім, анам маған әперді. Гироскутер сұраған едім, маған әперді. Енді не сұрайтын едім? Қалаған нәрсен жоқ па? Мені қыдыртса. Қайда қыдыратын едің? Алматыға. Алматыға барды. 30 жасқа келгенде өзімді ана деп есептеймін. Ол кезде уже 21-ден кейін мен уже ана болғанымды қалаймын. Ана енді қыз мұраты кету дейді ғой. Ана болғым келеді. Ана болғым келеді. Иә. Телефон қандай? iPhone. iPhone 12 Pro Max 500 гигабайт. Иә. Тура таптың ба? Тура. Көк цветте ма? Еще ақ па? Сәл жетпей қалды, Иә. Негізі білгенім ақ. Ашен Енді бұл 30 жасқа дейін кім бар, кім жоқ, Құдай бетін аулақ қылсын. Егер де 30 жасқа дейін мен тұрмыс құрмасам, осы өнер жолын ары қарай да жалғастыратын болсам, мүмкін мен шетелдің кинофильмдеріне түсетін шығармын, қайдан білеміз. Мынандай сұрақ саған. Егер де саған ертең келіп, сен бүгінгі күннен бастап Шымкент қаласының әкімісің деп айтсам, не істейсің? Шымкент қаласының әкімі дейтін болса, мен енді қазір көп нәрсе бар, енді бітпей жатқан, соларға көмектесіп, енді көп балалы ата-аналардың жағдайын жасап, сөйтіп көмектесетін едім. Енді қазір көбінесе мүгедек адамдар бар, соларға көмектесіп, солай. Мен егер де Шымкент қаласының әкімі болатын болсам, ең бірінші көп балалы аналарға өзімнің шақырту, яғни кездесу ұйымдастырып, өзімнің көмекшілеріме дайындап күнді. Сол өзімнің көмекшілерімді олардың жағдайымен қарастырып, соларға бірінші көмектесетін ең бірінші сол көп балалы аналарды мен жағдайын қамтитын едім. Екінші, болса Шымкент қаласында қандай проблемалар өзекті болып жатыр, соны мен қарастыратын едім. Яғни өзім айналысып отырып, және де көмекшілеріме де сол тірлікті бөліп беріп, өзім басында қарап отыратын едім. Неше түрлі проблемалар бар ғой, кешірім сұраймын. Солармен. Көп үйлер құратын едім. Кедейлерге көмектесетін едім. Көп жолдар жасататын едім. Жағдайы жоқ адамдарға көмектесетін едім. Болатын. Болатын, Иә. Сосын бірінші не істейтін едің? Бірінші алғашқы сен жұмыстағы күнің. Бірінші
Шымкент қаласын көркейтуге көптеген идеялар іздейтін едім. Қандай өнерің бар? Өнерім Бізге қазір не көрсете аласың? Өлең, тақпақ. тақпақ айта салайын, Мұқағали Мақатаевтың шыда деген. Тамам. Шыда, шыда, шыдай түс, шыда тағы, шыдамдыны мына өмір ұнатады. Үміттің құлан ие, құлан таны, әйтеуір бір атады, бір батады. Шыда, шыда, шыдай түс, шыда тағы, шыдамдыны мұны өмір ұнатады. Үміттің құлан үзек құлатады. Бәрібір бір атады, бір атады. Давай енді бұны басқа бір эмоциямен айтып бер. 3-4 түрлі. Қуанып айтып басында, потом ашуланып, потом жылап, потом Шыда, шыда, шыдай түс, шыда тағы, шыдамдыны мұны өмір ұнатады. Үміттің құлан ек құзатаңа, бәрібір бір атады, бір атады. танымал актер болу үшін не істеу қажет сеніңше? Танымал актер болу үшін ең алдымен көп білім алу керекпіз. Біз қазіргі таңда сол танымал актерға дейін біз өзімізді еркін ұстау керекпіз. Қандай жағдай болмасын, ойымызды ашық жеткізе алу керекпіз, қысылмай. Одан кейін барып, білім, яғни ең біз бірінші есте сақтау қабілеті өте жақсы болу керек. Бізге режиссер неше түрлі сценарий береді ғой, мысалы, оңай болады, қиыны болады, соның барлығын есте сақтау керек. Кейіннен танымал болу үшін біз күн түн демей еңбек етіп, оқып, сол біліміміздің арқасында біз танымал адам болуға боламыз. Сол себепті. Танымал актриса болу үшін не істеу қажет? Танымал актриса болу үшін ақылды болу керек. Барлығын шынайы жасау керек. Жасайтын өнеріңді жақсылап жасау керек. Шынайы, қызық, көрермендерге ұнау үшін, қызықты болу үшін. Өзіңді биік шыңдардан көрсете білу керек, және сол ортада істеп жатқан адамдарға өзіңнің қабілетіңді көрсету керек. Актриса болғың келмей? Иә. Қаншалықты? Қаншалық дегенде енді актриса болғандықтан осы жерге келіп отыр. Мен актриса өзімді не істеп көрейінші деп, сынап көрейінші деп. Көптеген киноларға түсу керек, тәжірибелі болу керек. Қандай сүйікті жануарың бар? Итті жақсы көрем, және мысықты. Қазір сен 3 жануарды маған көрсетші. Ит пен мысықтан басқа бөлек. 3 жануарды. Мысалыға сиыр. Сиыр дауысын салайын ба? Иә. Сиыр. Сәл образға кірсең, давай. Кастингтен өткің келе ма? Актриса болғың келе ма? Қазір өткізбей жіберем. Өткізбей қоям қазір. Давай, жақсы көрсет өзіңді. Му. Мә. Мә. Жақсы. Сиырдың дауысы. Мен мысалы тоқтың образындамын. Бірақ маған түсіндірме. Иә. Просто көрсет өзің. Кукареку! Енді камераға қарап, өз отбасына оларды қалай жақсы көретінді айтшы. Менің отбасым, мен сіздерді өте қатты жақсы көремін. Сіздер әрқашанда мен қасымнан табасыздар, мені қолдайсыздар. Мен сол себепті сіздерді өте қатты жақсы көремін. Сіздерге көп рахмет айтамын. Осы уақытқа шейін мені өсіріп, жетілдіріп, мені қалаған нәрсемді алып бергендерің үшін мен сізге өте көп рахмет айтамын. Бұл өмірде ең керемет, ең жақсы көретін ардақты адамдарым ол менің отбасым, ол менің ата-анам және бауырларым. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Аллаға сансыз шүкір, осындай маған отбасы бергеніне, осындай бауырлар бергеніне. Мені қандай жағдай болмасын, қолдағандарыңызға сіздерге көп рахмет. Осы жаққа мені жетелеп әкелген анашыма көп рахмет, бауырларыма. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Бұйырса бұл тек қана басы,
бұйырса мені теледидар алдында көрулеріңізді Алла жазсын. Сіздерді қатты жақсы көремін, бұл тек қана бастамасы. Сіздерге көп рахмет. Мама, сізді қатты жақсы көремін, бағалаймын. Осы кезге дейін қарағаныңызға рахмет. Мен отбасында анам, әкем, 2 інім бар. Мен оларды өте қатты жақсы көремін. Әсіресе анам мен әкемді. Олар мен үшін ең керемет адамдар. Және олар менің кумирім деп те айтсам болады. Мен соларға қарап үлгі аламын. Ең керемет жандар олар. Мен және інім мен 2 інімді, анамды, әкемді жақсы көремін. Құрметті көрермендер, егер де сіздің де балаңыз дәл осылай сұхбат берген қаласаңыз, біздің Жұлдыздар Академиясы сіздің балаңыздың жұлдызын бірге жағамыз. Әзірге рахмет, сау болыңыздар.